Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай керемет песочный тестадан дайындалған печенье пісіретін боламыз. Бізге ол үшін қамырымызға осындай 3 жұмыртқа және 1 шыны шекерімізді алып араластырып аламыз қантымыз ерігенше. Одан кейін ертілген сары майымызды қосамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай алдын ала ертіп аласыздар. Қопсытқышымызды қосып осылай араластырамыз. Егер қалауларыңызша ас содасын және 1 шымшым тұз қосып жіберсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызша. Електен өткізілген ұнды осылай қосып араластырып аламыз. Електен өткізсеңіздер әрбір қандай да бір қамырды көтеріп жақсы күйге жеткізетін болады. Мінекей нанымыз дайын, қамырымыз осылай жұмсақ, айбат массада шығу керек. Салафанға орап 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Егер уақыттарыңыз тығыз, дереу пісіру керек болса, 5 минуттан кейін алып пісіре берсеңіздер болады. Мінекей мен 15 минуттан кейін алып осылай тындырып пісірдім. Жайып аласыздар. Қолмен жайсаңыздар да, оқтаумен жайсаңыздар да өз еркілеріңіз. Аса бір күшті қажет етпейді. Үйде қандай формаларыңыз бар, соған салып кесе берсеңіздер де болады формаға салып. Одан кейін духовкамызға салып 180 градуста 20 минут, тіпті 15 минутта да пісіп кетуі мүмкін. Өздеріңіздің пештеріңіздің градусына байланысты. Мінекей осындай әдемі болып шығады, бір-біріне қатты жақындатпайсыздар. Жұмыртқаның сарысын бетіне жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. Осындай әдемі болып шығады. Мен сахарный пудра септім. Өз фантазияларыңызға байланысты шоколад жақсаңыздар да болады. Осылай сепсеңіздер де болады сахарный ұнтағын. Әдемі болып шықты. Мінекей ас болсын. Егер менің каналым сіздерге ұнаса, міндетті түрде жазыла кетіңіздер. Қарапайым рецепттермен, үй жағдайындағы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Барлығыңызға ас болсын. Көп рахмет.